Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Менімен сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Кеше балең келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа. Немерені аймалап жантаю да бір бақыт, ата деген тіліне марқаю да бір бақыт. Қадіріңді жоғалтпай қартаю да бір бақыт. Атаңның ботасын алма, батасын ал. Бота өліп қалады, батадан бағың жанады. Өткенге қолды бұлғатып, байқалмай өтер бұл уақыт. Жақсы адаммен әңгіме айтудың өзі бір бақыт. Бақыт деген аман есен жүргенің, бақыт деген еш уайымсыз күлгенің, бақыт деген аурусыз өткен түндерің, бақыт деген өз қолыңмен ас жегенің, бақыт деген өз аяғыңмен жүргенің, бақыт деген бұл әлемді көргенің. Бақытты адам болмайды, бақытты сәттер ғана болады. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер ғана болады. Бақытты күндер болмайды, бақытты сағаттар ғана болады. Бақытты жылдар болмайды, бақытты мезгілдер ғана болады. Бақытты айлар болмайды, бақытты мезеттер ғана болады. Бақытты ғұмыр болмайды, естеліктері ғана болады. Сөзді айттың ба, ол жақсы ма, жаман ба, шын ба, әзіл ме, бәрібір қайтара алмайсың. Сондықтан сөзіңді безбенмен өлшегендей салмақтап барып айт. Бала тәрбиесі басты байлығың, кешіксең көретінің қайғы мұң. Ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен, жан құмары.